Саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздерге сабын жасаудың әдісін көрсетемін. Мен қазір іш май, животный жир, сиырдың іш майынан и шемішке майдан жасаймын. Қазір мен іш майды ертіп жатырмын. 1 литр майға мен қазір сабынды жасап көрсетемін сіздерге. Құю керек. Резиновый перчатка. Өйткені біз қазір щелочпен жұмыс жасаймыз. Болу керек. Щелочпен жұмыс жасаймыз өйткені. Қазір мен майды өлшеп аламын. Осылай таразын қосамыз. Так. Тараны басамыз. Обнулять еттік. Енді осыған мен қазір шемішке май құямын. Менде мына жерде шемішке май азғандай қалды. 232, 35. 1 литр майға жасаймыз ғой. Енді мен үстіне қазір ертілген іш майды құямын. Біз қазір сиырдың іш майы мен шемішке майдан сабын жасау әдісін көрсетемін. Бірінші мен таразыны қостым. Обнулять етеміз. Тараны басып, щелочь, каучическая сода. Щелочьті өлшеп аламыз. 1 литр майға 146 грамм щелочь кетеді. Маскамен жұмыс істеу керек, перчаткамен. Терезе ашық болу керек. Қазір мен 146 грамм өлшеп аламын. Қалған міне көріп тұрмын, міне мишканы құйып бітірдік. Міне жан-жағына ағып кетсе ештеңе қылмайды. Келесіне құйып жіберсеңіздер. Құйып жіберсеңіздер. Толып кетсе. Мындай лопаткамен жұмыс, резиновый лопатка өте ыңғайлы, майыса береді өткен. Міне тағы да кішкене мынағанда құйып жіберейін. Лопатканың үстіне қойсаңыздар да болады. Көрдіңіздер ме? Әдемі құйылды. Осылай енді бұны ысырып қояйық. Енді мен осындай әртүрлі ромашканы қараңыздар, мынау ромашка, мынау қоңыз деме, мынау көбелек. Бір көбелектен қояйын. Жан-жағына құйып кетсе, бүйтіп құйып жіберіңіздер. Ромашкаға қояйын. Қоңызға қояйын. Қоңыз байды арам мынау. Перчаткаларыңызды шешпейсіздер. Өйткені әлі сабын бұл дайын емес. Қолдарыңызды ашыту мүмкін. Сол үшін енді мынау дайын болды. Енді мен мынандай дорожный дейді ғой. Жаңа бір жерге пойызға, самолетке, гостиницаға қыдырып кетсеңіздер, осылай кішкентай сабын алып жүрсеңіздер, сумкаларыңызға салып. Сол кезде өте ыңғайлы. Осындай кішкентай кубик, осындай тағы бір екеуін қояйын. Сіздерге әр түрлі ішіне құйып көрсетіп жатырмын. Так, мына ішке құйып жібересіздер. Мына жерге ағып кетсе, бүйтіп алып алыңыздар. Мынау мен қатты қоюландырған жоқ, өйткені қатты қоюландырсам